Наурыз құтты болсын. Сіздермен мен Жансая. Бүгін наурыз көже дайындаймыз. Ол үшін қазымыз, етіміз, құртымыз, жүгері бидайымыз және тарымыз жақсылап жуып алып қазанға бисмиллах деп саламыз. Осы кезінде жүгерімізді, бидайымызды құртымызға қайнап тұрған суымызды құйып 2 сағатқа бұқтырып қоямыз. Яғни оны жібітіп қоямыз. Осылай жібітіп қойып қазанымыз қайнап тұрған көбіктерін алып тастаймыз. Жақсылап көбіктерін алып үлкен ыдысқа ауыстырамын. Өйткені дәнді дақылдардың барлығы жақсы кең ыдыста қайнау үшін. Осы кезінде сорпамды сүзгімен сүзіп аламын. Көженің ішінде артық көбіктің қалдықтары қалып қоймас үшін. Осылай жасаңыздар, өйткені тұнық әдемі көже болып шығады. Міне, осылай қайнатамыз. Енді жібілген жүгерімізді саламыз. Бетін жауып тағы 2 сағатқа қайнатамыз. Бидайымызды салып, тағы да 1 сағатқа қайнатамыз. Өте керемет көже болады. Жасаңыздар, ниеттеріңіз қабыл болсын. Осылай міне 2,5 сағатта қайнаған. Тағы да тарымызды саламыз. Етке бөлек 2 сағат және дәнді дақылдардың өзін 2,5 сағат қайнатасыздар. Енді етімізді турап, қазымызды турап, наурыз көжемізге салатын боламыз. Наурыз көжемізге мен 1 кесе айран және 1 кесе құрт қосамын, жібітіп қойған. Өте дәмді, берекелі жыл болсын иншалла. Наурыз көже әр қазақтың үйінде, әр мұсылманның үйінде берекелі дастарханның көркін ашатын ас, тағам. Міне, қазағымыз әр дақылды қосқан кезінде оның түпкі мағынасымен қосқан. Ет қосып арқамыз жайлансын деп, ақ қосып ағарсын деп, осындай берекелі, мерекелі жыл болсын, жаңа жыл құтты болсын деген ниетпен дайындайды. Етіміз саламыз. Өте керемет наурыз көже болып шықты. Жасап көріңіздер. Міне, керемет болып шықты. Ас болсын. Менің арнама жаңадан тіркелушілер қоңырауды басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.